Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Бекзат каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен орама нан дайындайтын боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен мен қамырын дайындап аламын. Ұнымызға бір жұмыртқа және де тұз қосып, жылы сумен жұмсақ қамыр илеймін. Қамырымыз қатты болмауы және мықты жұмсақ болмауы керек. Орташа жұмсақ қамырды осылай илеймін. Қолдың көмегімен, қолдың күшімен осылай бастырып, бастарын біріктіріп, осылай жұмсақ қамыр шығады. Мінекей, енді осы қамырымыздың бетін жауып, тындырып қоямыз. Одан кейін мен қазір салмасын дайындаймын. Салмасына 1 келі сиыр етінің фаршы және де 4 картошка, 1 сәбіз, 3 пияз, 4 штук тілім, яғни сарымсақ, чеснок қолданамын дәмін шығару үшін. Енді осы картошкамыздың барлығын дөңгелек қылып кесіп, одан кейін ұзынша қылып, одан кейін кубиктеп, тіктөртпіштеп, яғни кесіп шығамыз. Одан кейін жаңағы сәбізімізді дәл осылай кесеміз. Мінекей видеода көріп тұрғандай барлығын кесіп шығамыз. Одан кейін пиязды да дәл осылай майдалап тураймын. Негізі бұл орама нанның жасалу жолы өте оңай. Әсіресе асыққан кезде немесе қатты манты жегіңіз келсе, дәл осылай істесеңіз, мантыдан ешқандай айырмашылығы жоқ. Сондықтан жасап көріңіздер. Біздер де өзіміз отбасымызбен жиі жасаймыз. Өте жеңіл әрі тез жасалатын болғандықтан осылай жиі жасаймын. Мінекей, енді біз қазір сарымсақты осылай сарымсақ өткізетін құрылғымен өткізіп шығамын. Одан кейін қара бұрыш себелеймін. Одан кейін дәміне қарай тұз себетін боламын. Содан кейін қасықтың көмегімен тұз бен бұрыш әбден сіңгенше жақсылап араластырамын. Содан кейін біздің салмамыз дайын болады. Мінекей. Мына жерде шамалы бұрышы аздау сияқты, мен тағы да бұрышты себеледім. Осымен біздің салмамыз дайын болды. Енді манағы тындырып қойған қамырымызды оқтаудың көмегімен ұнымызды себелей отырып, дөңгелек қамыр жаямыз. Енді мінекей, осы мантаваркның листісін жақсылап майлаймыз. Өйткені жабысып қалмас үшін майлап аламыз. Содан кейін жаңағы жайып алған қамырымыздың ортасына салманы салып, жайып шығамыз. Барлық жеріне теңдей етіп жаятын боламыз. Мінекей, көріп тұрғандай осылай ортасына салдым, одан кейін осылай жайып шықтым. Енді осы қамырдың шетінен бастап жайлап ораймыз. Мінекей, енді біздің орамамыз дайын болды. Енді жаңағы майланған ыдысқа
жайлап көтеріп дөңгелетіп қоямыз. Енді осыны қайнап тұрған кастрюльдегі суда мантоваркамызды қойып 40 минутқа пісіріп алатын боламын. Мінекей біздің орама нанымыз дайын. Және де бетіне жуа мен морковтан сәбізден, яғни подливка жасадым. Өте керемет болып шықты. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.